Аса қамқор ерекше мейірімді жәрдемдеп бастаймын. Баршаңызға Алла есендік береке берсін. Құрметті қалайық, баршаңызға менің бір осындай ұсынысым бар. Мен Орал қаласынан Нұрғали Максим Төлегенұлымын. 2018 жылы Орал қаласындағы ұлттық банктің бөлімшесіне арыз жазғам, ұсыныс бергем. Осындай қабылдамады, Алматыға жібер, анау деп содан қалып қойған. Кәдімгі коронавирус, үйде отырмыз. Содан жаңа жазбаларымды тауып алғам. Мына бір. Содан ғаламторға салғым келіп отыр. Ойымызды, ұсынысымызды қабыл алыңыздар. Мына біздің валютамыздың таңбасы өкінішке орай өте нашар таңба, жаман қарғыс таңбасы деп айтуға болатын бар. Осы таңбаны бізге тап бір ата жауымыз бекітіп бергендей, ауыртпашылықтың жаңағы езгінің астында болыңдар деп. Әрпінің үстіне тұрған кірпіш езіп, жаншып, басып тұр біздің теңгемізді. Құны көтерілмесін, төмендесін деп. Шынында да қазір құны өте қатты құлдырап кетті. Мына мұнайға, коронавирусқа байланысты және Ресейге де тәуелді біздің теңгеміздің бағамы, өкінішке орай. Сол осы таңбадан біз арылуымыз керек. Мына жол жүру ережесінде де мына қызыл не кірпіш тубрикті білдіреді. Кіруге болмайды, жүруге болмайды, тұруға болмайды деген секілді. Сондықтан да мен осындай таңбаларды ұсынам ауыстыруға. Мына таңбаның астына біздер былай деп жазып қойыппыз. Бұл таңба тұрақтылықты, мызғымас сабырлықты және болашақта құнының өсетінін көрсетеді деп. Тілегіміз қабыл болғай, шынында солай болғай. Мынау тірек, астында жатқан екі тірек, астында тұрған біздің біліміміз, бірлігіміз, тірлігіміз, жаңа қажы қайратымыз, елдігіміз үшін. Шынында да мына суретке қарасақ, таңбаға тұрақтылықты білдіретін секілді сондай әсер береді адам, солай емес пе? Ары қарай кеттік. Мынау әрпі таразыны білдіреді. Бұл таңба теңдікті таразыны көрсетеді, яғни уақытты, еңбекті, шығынды, саясатты бәрін есептеу, бақылауды ұстау деп жазып қойып астына. Мінекей, шынында да бұл таңбада өте қарапайым таңба таразыны білдіреді. Біз қияметте де, ақиретте таразыға тартыламыз. Біздің сауабымыз, жаңа жіберген қателіктеріміз, күнәларымыз таразыға тартылады. Егер де біздің сауабымыз ауыр тартса, біз не істейміз? Жұмаққа жетеміз, Аллаға мадақ айтып. Кім-кімге де сол мақсат мұратына жетуге тілейміз. Әркімнің мақсат мұраты сол жұмаққа жету ғой, шынымен келгенде. Бұл дүние жалған. Десек те күресе өліміз керек. Сонымен кеттік ары қарай. Мысалы, мына евроның белгісіне қарайтын болсақ, бұл белгі мынау антеннаны білдіреді. Жаңағы нарықтағы құнды қағаздардың жаңағы көтеріліп түсуін бәрін бақылап отырады. Соған байланысты не алады? Шешім қабылдайды. Мынау белбеу, ортасының белбеумен буған, белін бекем буып, жаңағы неде болса да дайын тұрған елдің белгісі секілді. Долларға келетін болсақ, доллардың ортасындағы сызық жаңағы тез көтеріледі, тез түседі дегенді білдіретін секілді, лифт. Ал мына жалын, S әрпі жалынды білдіреді, яғни жанып кетуі бек мүмкін. Доллардың жанып кетуі болашақта бек мүмкін, себебі Құрама Штаттар бүкіл әлем бойынша өте көп ақша қарыз бере жақ Қытайға, мысалы басқа елдерге, және олар 200 саясатты ұстанады кейбір мәселелерде, өкінішке орай. Олар тәуекелшіл ел десек тағы, олардың валютасының болашағы ана бір мықты деп айта алмаймыз. Қаражаттарыңызды сақтасаңыздар, осы еврода сақтаңыздар. Біздің айтар ақылымыз, пайымымыз, бәрін білетін Алла тағала, біздің ниетіміз ғана осындай. Сол валюта айырбастап пайда табатын бекеттердің кәсіпкерлердің жаңа құлағына айтарымыз, үкіметтің шешімін, нұсқауын күтпей, жаңа бұйрығын күтпей, осындай белгілерді жазып қойсаңыздар, өздеріңіздің жаңа дүңгіршектердің сыртына мына бір белгіні алып тастап, қарғыс белгісін.
сол біздің теңгеміз неге төмен? Оған себептер бар. Әрине, мына халқы миллионға жетпейтін елдер бар. Кувейт, Бахрейн, Оман деген секілді. Неге олардың жаңағы ақшалары доллардан қымбат? Себебі олар өздеріне жаңағы керекті саясат ұстанады. Бірлігі бар, тірлігі бар, сондықтан да оларда сондай жағдай қалыптасқан. Өкінішке орай бізде де бірлік жоқ, сондықтан да тірлік жоқ. Сол айта берсек, әңгіме көп. Осы жазбаны таратыңыздар WhatsApp желісінде, басқада. Бәлкім қолында билігі бар, көкірегі ояу бір адамдардың құлағына тиіп жаңағы шешім қабылдар. Міне қолаға қарап отырып, Алладан дұға тілеп, осыны ғаламторға жібереміз. Қабыл алыңыздар, таратыңыздар. Еңбегіміз еш кетпесін. Евразияның ортасында тұрмыз, құрлықтың ортасында. Біздің ақшамыздың құны негізі қалыпты жағдайда болу керек, мықты. Сол қабыл алыңыздар, сау болыңыздар, таратыңыздар.